Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің эфирімізда менің көптен күткен заказым. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Распаковка. Мен осылай айтсам, бір кісі алдында не қазақша айтпайсыз деп жазып жіберіпті. Қазақша орауыштан шығару деген мағынаны білдіреді екен. Просто көбісіне түсініксіз болып қалады ма деген ниетпен. Так, мен уже шығарып алдым салафандарынан. Бізде получается, мен Түркистан глиналарды қатты күттім. Именно солардан көп заказ бердім. Түркистан, так, узбекский розовый малосоленое и потом уральское. Самый хороший мен жақсы көретіндерім. Вот, бізде бұл Түркистан сливки. Түркистан сливки. Қараңыздаршы, прям тап-таза, бір мін жоқ. Кстати, мен қай жерден заказ беремін? Осы Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында. Қазір мен мына жерге инстаграмын және телефон номерін қалдырамын. Прям өте жақсы қыз. Мен уже қанша уақыттан бері сол кісіге заказ беремін. Прямо тап-таза қылып береді. И бағасы да былай қолжетімді. Бізде келесі кезекте Түркистан коричневый. Прям свежий, қыздар. Прям свежий. Әлі даже дұрыс қатпағанда кәдімгідей. Вообще дәмі енді вообще супер. Еще қараңыздар, қандай күшті тазалаған. Маған сонысы қатты ұнайды. Прям керемет тазалап, что видно прям өзінің жұмысын қатты жақсы көреді, сенеді, етеді. Бұны обязательно кептіру керек. Кептірсе вообще хрустящий болады. Бізде келесі кезекте Түркистан плитки. И 1 килограмм ғана уральский заказ бердім. Алдыңғы заказ бергенде үлкен глыб болып келген, что-то қазір бөлініп келді. Ничего, тоже хорош. Сам қалмай, если честно. Вот енді менің махаббатым. Қараңыздар, қандай. Прямо сверкать етіп тұр ғой. Тоже әлі свежий, тоже кептіру керек. Кептірсе бәрі вообще хрустящий, вообще күшті вкусқа ие болады. И бізде Ресейдің глиналары да бар. Хамелеон, голубой залив, невеста. Әрине мен бұлардың дәмін көрейін дедім. Бірінші для пробы ретінде 300-400 граммнан ғана заказ бердім. Егер ұнап жатса, килограммдап заказ беремін. 100 граммы 250 теңге бұлардың. Еще ол кісі басқа қалаларға да доставкамен жұмыс істейді. Егер сіз Астана қаласынан болсаңыз, өзіңіз барып алып келсеңіз де болады, немесе индрайвер или такси жалдап алғызсаңыз да болады. Голубой залив. Бірінші рет мен дәмін көремін. Вообще свежий. Жирный. Вообще керемет вкусно, да? Түркістандардың дәміне келеді. Именно коричневый. Тоже қатыру керек. Невеста. Түсі жағынан бұл ақшыл болып келеді. Ақшыл сары примерно. Мен айтпаушы едім, бұны уральскийдің түсіне келеді деп. Дәм жағынан қазір көреміз, бірақтан да текстурасы түсі жағынан ол прямо уральскийдің один в один.
жирный, средний хруст. Жаңа голубой заливтан кейін тек жирный и средний хруст екенін біліп тұрмын. Ертең арнайы эфир бөлген кезде тағы да танысамыз. Кстати, мен помните бір алдыңғы эфир енді бастап түсіріп жүрген кезде менде 1000 подписчик болса, 2 адамға 300 килограммнан глина болсын, мел болсын. Қазір ойлап жатырмын, 3 килограмм слишком көп, лучше 3 адамға 2 килограммнан деп ойлап жатырмын. Доставка бүкілін өзім атыма аламын. Бірақтан да мен білмей тұрмын, именно қандай глиналар, қандай мелдар қоссам екен. Қазір сіздер осы көріп отқан эфирда қайсысы ұнайды, соны астына комментарийға жазып өтсеңіздер, жаңағы 2 килограмм арасында қайсысы болса екен деп жазып өтсеңіздер. Былай істесеңіздер де болады, например, 500 граммнан или 300 граммнан әртүрлі глиналардың түрлерін и то же самое жаңағыдай әртүрлі мелдардың түрлерін смешать етіп 2 килограммға толтырсаңыздар болады. Және ол кісі маған подпискада тұру керек, яғни YouTube каналымда, және де обязательно комментарий қалдыру керек. Побольше комментарий и шанста сол құрылым көп болады. Келесі кезекте хамелеон. Қызық, не хамелеон деп қойды екен. Тоже жирный. Сливочный вкус. Тоже кеп тұру керек. Өте свежий. Негізі хрустящий болады бұлар. Бізде уйгурская красная, уйгурская желтая. Бұл бізде красно-уйгурская. Бөлініп отыр ғой. Ой. Қараңыздар, қалай күшті тазалаған. Әрбір клиентке, әрбір осылай затына өте жақсы жауап беріп, өзінің жұмысын қатты сыйлайтын адамдарды өте қатты жақсы көремін, шынымды айтсам. Қанша заказ берсеңіз де обязательно арасына 2-3 подарка, жаңағы бонус ретінде мелдар болсын, глиналар болсын қосып жібереді. Заказ беріңіздер, ешқандай да өкінбейсіздер. Жирность орташа, хрустящий, соленость бар, но мало соленый. Бұл бізде узбекская желтая. Yandı ekan. Алдында мен заказ берген уйгурская вроде осының фасонына ұқсайды, бірақтанда просто там уйгурская деп жазылып тұр. Оно тоже соленое, но бірақ слабо соленое. Оно прям соленое болған. Но тоже ұнады. То же самое, но хрустящий, сливочный вкус, мало соленый, жирность тоже бар, жирность бар. Бүгіндікке біз глиналарды орауыштан шығардық. Айтпақшы тағы айта кетерім, конкурс тек жаңағы Қазақстан ішінде ғана. Нұр-Сұлтан қаласынан болатын болса, мен лично өзім апарып беремін. Сау болыңыздар.